Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін бізде екінші сабақ формула түрлендіру. Сабақты бастамас бұрын бірінші танысып алайық. Мен Ақнұр Мықтыбекқызы, физика пәні мұғалімі. Букетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің түлегімін. 2015 жылдан бастап оқушыларды физикадан ұбт-ға дайындап келемін. Осы аралықта 1000-нан аса оқушының грант иегері атануына көмектестім. Және де 50 сабақтан тұратын топ физика курсының авторымын. Менімен физика қызық, әрі оңай. Сабақты соңына дейін қарап, физикадан фундаментіңді дұрыстап қала. Яғни физиканың фундаменті бұл қарапайым математикалық амалдарды білу, ХБЖ-ны білу және де формула түрлендіре алу. Бірінші сабақта біз дәреже және ХБЖ тақырыптарын қарастырған болатынбыз. Егер ол сабақты қарамаған болсаң, төменге сілтемесін қалдырдым. Сілтемеден өтіп, ХБЖ және дәреже тақырыбын жақсылап меңгеріп ал. Ал бүгін бізде формула түрлендіру. 7 мен 11 сынып аралығында 1000-нан аса формуланы есептер шығаруда қолданамыз. Бірақ та ол формуланың барлығын жаттап алу мүмкін емес. Алайда негізгі заңдар мен заңдылықтардың 200-дей ғана формуласы бар. Сол формулаларды түсініп жаттап алатын болсақ, кез келген физика есебін оп-оңай шығара аламыз. Ал басқа формулаларды түрлендіру арқылы анықтаймыз. Мысалы, молекулалық физикадағы Клапейрон теңдеуі. Бұл теңдеу термодинамикалық параметрлерді байланыстыратын теңдеу болып саналады. Термодинамикалық параметрлерге П қысым, В көлем, Т температура жатады. Осы үш шаманы байланыстыратын теңдеуді біз Клапейрон теңдеуі деп атаймыз. Формуласы P1 V1 бөлінген Т1 тең P2 V2 бөлінген Т2. Осы тек Клапейрон теңдеуін жатқа білу арқылы біз изопроцестердің формулаларын қорытып ала аламыз. Изопроцесс дегеніміз термодинамикалық параметрлердің біреуі тұрақты болып, қалған екі шаманың өзгерісін айтамыз. Изопроцесстерге мына үш процесс жатады: изотерма, изохора, изобара. Көптеген оқушылар осы процестің формулаларын бір-бірінен шатастырып жатады. Сол үшін мынадай мнемотехника әдісін қолдансаңдар болады. Мысалы, изотерма деген сөзде Т әрпін көреміз. Яғни бұл температураға ұқсайды. Яғни температура тұрақты болады. Яғни терма деген сөздің өзі жылу деген мағынаны білдіреді. Осыдан температура тұрақты екендігін білуге болады. Енді Клапейрон теңдеуіндегі Т1 мен Т2 қысқарып кетеді. Себебі олар бірдей. Сонда бізде P1 V1 тең P2 V2 деген формула шығады. Бұл изотерманың формуласы. Келесі процесс изохора. Х деген әріпті егер дәл ортасынан 2-ге бөлетін болсақ, В деген әріпке ұқсайды. Яғни бұл жерде көлем тұрақты болады. Клапейрон теңдеуіндегі V1 мен V2 қысқарып кетеді. Сонда бізде P1 бөлінген Т1 тең P2 бөлінген Т2 деген формула шығады. Келесі процесс изобаралық. Яғни барус деген сөз қысым деген мағынаны білдіреді. Бұл жерде қысым тұрақты болады. Формуласын Клапейрон теңдеуінен қорытатын болсақ, мына жердегі P1 мен P2 қысқарады. Сонда бізде V1 бөлінген Т1 тең V2 бөлінген Т2 деген формула шығады екен. Яғни тек Клапейрон формуласын жатқа біліп, мына үш формуланы қорытып алсақ болады. Әрі қарай есептер шығару барысында жеке-жеке шамаларды түрлендіретін болсақ, мысалы мына жерден P1 белгісіз болатын болса, оны қорытып алу үшін, түрлендіріп алу үшін P1 тең деп жазамыз. Белгісіз шамаға көбейтіліп тұрған шама бөліміне жазылады. Яғни P1-дің көршісі V1 бөліміне жазылады. Алымына теңдіктің келесі бөлігіндегі шамалардың барлығын жазамыз. P2 және де V2. Немесе V2-ні табатын болсақ, оған көбейтіліп тұрған көршісі P2 бөліміне жазылады. Алымына P1 V1-ді жазамыз. Келесі формулада біз бөлшекті көріп тұрмыз. Мұндай жағдайда біз пропорция әдісін қолданамыз. Алымын бөліміне көбейтеміз. Сонда бізде мынадай формула шығады. P1-ді Т2-ге көбейтсек, P1 Т2 тең P2-ні Т1-ге көбейтсек, P2 Т1. Осы жерден, мысалы, P1-ді қорытып алу керек болатын болса, P1-ге көбейтіліп тұрған ол Т2 бөліміне жазылады. Көршісі алымына P2 Т1 деп жазамыз. Келесі формулада да, изобарада айқыштап көбейтіп аламыз пропорция әдісі бойынша. V1 Т2 тең V2 Т1. Осы жерден
v1-ді табатын болсақ, v1-дің көршісі t2 бөліміне жазылады, алымына v2 t1-ді жазамыз. Келесі F тең mg бұл күштің формуласы. Бұл формуладан массаны және де еркін түсу үдеуінің формуласын қорытып аламыз. Масса белгісіз, оған көбейтіліп тұрған көршісі g бөліміне жазылады. Яғни m тең бөліміне g, алымына f-ті жазамыз. Ал егер де g-ді табатын болсақ, g белгісіз, оған көбейтіліп тұрған масса көршісі бөліміне, алымына f-ті жазамыз. Келесі формула жолдың формуласы. Бұл жерден жылдамдықты табатын болсақ, оған көбейтіліп тұрған шама t бөліміне жазылады, алымына s-ті жазамыз. Ал уақытты табатын болсақ, v бөліміне жазылады, s алымына жазылады. Келесі мынадай бөлшекті көретін болсақ, біз бөлшектен құтылуға тырысамыз. Ол үшін s-тің бөлімінде 1 бар деп санап, пропорция әдісін қолданамыз. s-ті 2-ге көбейтсек, 2s тең, at квадратты 1-ге көбейтсек, at квадраттың өзі шығады. Осы жерден үдеуді түрлендіріп алатын болсақ, үдеу белгісіз, оның көршісі t квадрат бөліміне жазылады, алымына 2s-ті жазамыз. Ал егерде t-ны табатын болсақ, бұл жерде t-ның квадраты бар. Квадратымен бірге жазамыз. Оның көршісі a бөліміне жазылады, 2s алымына жазылады. Енді бізге мына квадраттан құтылу үшін формуланы екі жағынан да түбірдің астына алсақ болады, немесе мынау квадрат теңдіктің екінші бөлігіне түбір болып ауысады. Сонда t тең түбір астында 2s бөлінген a деген формула шығады екен. Келесі формула pv-ның бөлімінде 1 бар, r-ті негізі алымында тұр. Пропорция әдісін қолданып, айқыштап көбейтеміз. pvm тең mrt-ні 1-ге көбейтсек, mrt-ның өзі шығады. Осы формуладан біз массаны, малярлық массаны қорытып алатын болсақ, оның көршісі pv бөліміне жазылады, алымына mrt. Яғни табылуы керек шамаға көбейтіліп тұрған шамалар көршілері бөліміне түседі, алымына теңдіктің келесі бөлігіндегі шамалардың барлығын жазамыз. Немесе температураны табатын болсақ, көршілері mr бөліміне, алымына pvm-ді жазамыз. Келесі формулаларды қарастырайық. Мұнда бізде v0 белгісіз болатын болса, оны табу үшін қасында тұрған артық шамалардан құтылуымыз керек. Яғни оларды теңдіктің келесі бөлігіне кері амалмен алмастырамыз. Плюс болса минус болып ауысады, минус болса плюс болып ауысады. Ал бөлу болса көбейту, көбейту болса бөлу болып ауысады. Мысалға, плюс gt квадрат бөлінген 2-ні h-тың қасына минус етіп ауыстырамыз. Сонда h минус gt квадрат бөлінген 2 тең v0-ті өзінің орнында тұр. Енді бағанағы әдіс бойынша v0-ді табу үшін оның көршісі t бөліміне жазылады, алымына h минус gt квадрат бөлінген 2-ні жазамыз. Дәл осылай есептер шығаруда қолдана береміз. Енді келесі формула бізде пәктің формуласы. Осы формуладан t1-ді табу керек болатын болса, ең алдымен бөлшектен құтылуға тырысамыз. Пәктің бөлімінде 1 бар. Айқыштап пропорция әдісімен көбейтеміз. Сонда пәк t1 тең t1 минус t2 деген формула шығады. Математикадағы теңдеу сияқты t1 екі жерде тұр. Мына жерде белгісіз, және де мына жақта белгісіз. Белгісіз шамаларды теңдіктің бір жағына, белгілі шамаларды бір жаққа жинақтаймыз. t2 минус t2 теңдіктің мына бөлігіне плюс болып ауысады. t1 өз орнында тұра береді, ал пәк t1 теңдіктің келесі бөлігіне теріс амалмен, минус t1 амалмен ауысады. Енді t1-лер бірдей болғандықтан жақшаның сыртына шығарамыз. Сонда 1 минус пәк қалады. Теңдіктің келесі бөлігінде t2-ні жазамыз. Енді t1-ді табатын болсақ, t1-дің көршісі 1 минус пәк бөліміне жазылады, t2 алымына жазылады. Келесі, егер де формуладан түбірдің астындағы шаманы табу керек болатын болса, онда біз түбірден құтылуымыз керек. Мысалға, мына формуладан температураны табу керек болатын болса, екі жағынан квадраттаймыз. Сонда v квадрат тең 3rt бөлінген m деген формула шығады. Түбір мен квадрат бірін-бірі жойып жібереді, v квадрат квадратымен жазылады. Енді осы жерде температураны табу үшін v квадраттың бөлімінде 1 бар. Пропорция әдісі бойынша айқыштап көбейтеміз. v квадрат m тең 3rt деген формуланы аламыз. Осы жерден t-ны табатын болсақ, онда бөліміне 3r жазылады, t-ның көршілері, алымына v квадрат
M'ді жазамыз. Немесе дәл осы формуладан малярлық масса M'ді табатын болсақ, малярлық массаның көршісі В квадрат бөліміне алымына 3RT жазылады. Келесі формула математикалық маятниктің периодының формуласы. Екі жағынан квадраттаймыз. Т квадрат тең 4π квадрат L бөлінген J деген формуланы аламыз. Мысалға, L-ді табу керек болатын болса, Т квадраттың бөлімінде 1 бар. Айқыштап пропорция әдісімен көбейтеміз. Т квадрат J тең 4π квадрат L. Осы жерден L-ді табатын болсақ, L-дің көршісі 4π квадрат бөліміне Т квадрат J алымына жазылады. Ал J-ді табатын болсақ, J-дің көршісі Т квадрат бөліміне алымына 4π квадрат L-ді жазамыз. Келесі қарастыратынымыз тура және кері тәуелділік. Формуладағы шамалар бір-біріне тура және кері тәуелді болады. Мысалы, P тең F бөлінген S қысымның формуласын қарастырайық. Қысым алымында тұрған шамаға тура, бөлімінде тұрған шамаға кері тәуелді болады. P F-ке тура, және де P 1 бөлінген S-ке кері тәуелді. Бұл дегеніміз, егерде күшті арттыратын болсақ, онда қысым да артады, ал ауданды арттыратын болсақ, онда қысым кемиді. Немесе күшті кемітетін болсақ, онда қысым да кемиді, ал ауданды кемітетін болсақ, онда қысым артады. Яғни тура тәуелділік бір шама артса, екіншісі де артады, екіншісі кемісе, біріншісі де кемиді. Ал кері тәуелділік бірі артса, екіншісі кемиді, ал кемісе артады деген сөз. Формула түрлендіруде кері тәуелділік деген әдіс бар. Яғни P мен S бір-біріне кері тәуелді. S-ті тапқан кезде бір-бірінің орнына алмастыра саламыз. Сонда S тең F бөлінген P болады. Ал P мен F-тің орындарын ауыстыруға болмайды. Себебі олар бір-біріне тура тәуелді. Немесе жылдамдықтың формуласы V тең S бөлінген T. Осы жерде байқаймыз, V мен T бір-біріне кері тәуелді. T-ны табатын болсақ, S бөлінген V деп шығара саламыз. Кері тәуелділік әдісі күрделі формулалар түрлендірген кезде өте пайдалы. Мысалы, S тең V квадрат минус V0 квадрат бөлінген 2A үдемелік қозғалыстың формуласы. Формуладан байқасақ, үдеу мен жол бір-біріне кері тәуелді. Енді осы формуладан үдеуді табатын болсақ, S пен A-ның орындарын ауыстыра саламыз. V квадрат минус V0 квадрат бөлінген 2S деп. Немесе жаңағы математикалық маятниктің формуласынан Т квадрат тең 4π квадрат L бөлінген G. Т квадрат пен G бір-біріне кері тәуелді. G-ді табатын болсақ, орындарын алмастыра саламыз. Бөліміне Т квадрат, алымына 4π квадрат L-ді жазамыз. Келесі, есе артық, есе кем, артық немесе кем. Бастауыш сыныптан білесіңдер, егер есептің шартында есе артық десе, онда көбейтеміз. Мысалы, 2 есе артық десе, 2x деп жазатын едік. Есе кем десе, x бөлу 2 деп жазатын едік. Жай ғана артық десе, x қосу 2, ал кем дейтін болса, x минус 2 деп жазатын едік. Дәл осы принцип бойынша есе артық, есе кем есептерін шығарамыз. Бірінші есепті қарастырайық. Шеңбердің радиусын 4 есе азайтып, яғни R2 тең болады R1 бөлінген 4. Яғни бастапқыда оның ұзындығы R1 болған еді, сосын оның ұзындығын R2-ге кемітті. Ол R2 R1-дің 4 есе кемігеніне тең болады. Ал сызықтық жылдамдығын 2 есе арттырса, V2 тең 2V1. Онда оның центрге тартқыш үдеуі қалай өзгереді? A2-ні табуымыз керек. Бірден центрге тартқыш үдеудің формуласын жазамыз. V квадрат бөлінген R. Енді осы формулаға сәйкес A2-ның формуласын өрнектейміз. A2 тең V2-ның квадраты бөлінген R2. Енді берілгендегі шамаларды орнына қояйық. V2-міз 2V1-ге тең, сыртында квадраты бар, бөлінген R2 деген R1 бөлінген 4-ке тең. Мына бөліміндегі 4 алымына ауысады. Сонда 4 жақшаны ашатын болсақ, 4V1 квадрат бөлінген R1 болады. V1 квадрат бөлінген R1 бізге A1-дің мәнін береді. Сонда A2 тең 4-ке 4-ті көбейтсек 16 A1 болады. Яғни 16 есе артады деген жауап дұрыс болады. Егерде сан алымында шығатын болса, онда артады. Келесі мысал, резистордың кедергісін 2 есе арттырып, яғни
кедергі R2 тең болады 2 R1. Ондағы кернеуді 2 есе кемітеді. U2 тең U1 бөлінген 2. Онда осы кезде тоқ күші қалай өзгереді? I2-ні табуымыз керек. Бірден Ом заңның формуласын жазамыз. I2 тең U2 бөлінген R2. Орнына мәндерін қояйық. I2 тең U2 дегеніміз U1 бөлінген 2-ге тең, ал R2 2 R1-ге тең. Бөлшектің алымында тұрған бөлім бөлшектің бөліміне түсіп кетеді. Сонда U1 бөлінген 4 R1 болады. U1 бөлінген R1 бізге тоқ күшін береді. Сонда I2 тең болады I1 бөлінген 4 деген мән шықты. Сан егерде бөлімінде шықса, 4 есе кемейді деген жауапты белгілейміз. Осымен біздің кезекті сабағымыз аяқталды. Формула түрлендіру сабағы қалай, саған түсінікті болды ма? Егерде сенің жауабың иә болатын болса, мен сені қуантайын. Сенің физикадан фундаментің толық дұрыс қалыптасып келе жатыр деген сөз. Дәл осылай дайын елу сабақты қарап, тапсырмасын орындап, 4 айда еш қиналмай физиканы толық меңгеріп шығуға болады. Топ физика атты өзімнің авторлық курсыма -50% жеңілдікпен тіркелуге шақырамын. 50 дайын сабақ, 50 дайын тест, 4 айда нақты жоспармен, кураторлық қадағалаумен, қайталайтын апталық экзамендермен толық меңгеріп шығамыз. Төмендегі сілтемеге өтіп, 1000-нан аса балаға армандаған грантқа жетуге көмектескен, сенің де 40-тан аса балл жинауыңа көмектесетін курсыма тіркел. Сені күтемін. Келесі кездескенше.